Армысыздар құрметті көрермен, жекпе-жек зертханасы YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз Жалғас Жұмағұловтың 11 шілде күні UFC-де өткізетін жекпе-жегін талдайтын боламыз. UFC 264 турнирінің басты жекпе-жегінде Конор Макгрегор мен Дастин Порье өзара мықтыны анықтайтын болады. Бұл трилогияның 3-ші жекпе-жегі. Ал дәл осы турнирдің алғашқы жекпе-жектерінің бірінде Жалғас Жұмағұлов өзінің UFC-дегі 3-ші рет октагонға шығатын болады. Және бүгін дәл осы Жалғастың қарсыласын қарастыратын боламыз. Бір-екі ауыз сөз әрине Джерем Ривейра жайлы айтатын боламыз. Жалпы дәл осы Ривейраға келетін болсақ, Ривейра өте жан-жақ, қай жағынан да алып қарасаңыздар, өте ыңғайлы спортшы. Жалғас үшін күрес болсын, аяқта тұрып айқас болсын, кез келген аспектін алып қарайтын болсаңыздар, Жалғас үшін өте ыңғайлы және тәжірибесі аздау. Жалпы жекпе-жек қарсаңында көптеген сарапшылар, букмекерлік кеңселер бір ауыздан Жалғасты фаворит деп есептеп отыр. Бұнымен келіспеу қиын әрине. Екі жігіттің оппозициясын, жалпы UFC-ге дейін өткен жолдарын алып қарасаңыздар, Жалғастың Джерем Ривейраға қарағанда әлдеқайда жоғары деңгейдегі спортшы екенін байқауға болады. Қазіргі таңда Жалғасты бірдеңемен октагонда таң қалдыру қиын, шыны керек, бұл рас. Талайды көрген, түрлі қарсыластарды көрді, түрлі стильдерді көрді. Ал Джерем Ривейра жайлы бұны айта алмаймыз. Көптеген қарсыластарының басым көпшілігінің рекордын алып қарайтын болсаңыздар, бұл өте төмен деңгейдегі спортшылар. Сондықтан дәл осы бәсекеде Жалғас еш қиыншылық көрмейді деп ойлаймыз. Бірақ бұл жерде Джерем Ривейраның бір ғана ерекшелігі бар шығар, басымдылығы деуге де болады. Бұл 57 келі салмақ үшін бойы өте ұзын спортшы. Қателеспесем 16-17 сантиметр айырмашылық бар. Джерем Ривейра бір бас жоғары деуге болады қарсыласынан. Яғни аяқ қолы да ұзын Жалғасқа қарағанда. Міне дәл осы антропометриялық басымдылықты қолдану әбден мүмкін. Қолдана алса әрине, алыста ұстап, алыс араға қашықтықта ұстап, 3 раунд созып жүріп алса, онда жеңіске жетіп кетуі әбден мүмкін. Бірақ Жалғастың бұндай қарсыластарымен бұрын айқасқанын білеміз. Тайсон, Тагир Уланбеков сынды бойшаң спортшылармен кездескен. Сондықтан бұндай факторда таңғалдыра қоймас. Жалғас үшін бұл да сондай бір тосын сый болмайды деп ойлаймын. Және бұл жерде екі спортшының мотивациясы да бар. Жалғас Жұмағұлов екі рет қатарынан жеңіске ұшырап отыр UFC-де. Не бар жоқ екі жекпе-жек өткізген, ал Джерем Ривейра 3 рет жеңіске ұшырап отыр. UFC-дегі барлық жекпе-жектерінде спортшылар жеңіске ұшыраған, әлі жеңіске жетіп көрмеген. Сондықтан әсіресе бұл жерде Жалғастың мотивациясы өте жоғары деуге болатын шығар. Неге десеңіз, дәл осы жекпе-жек шешуші болады. Яғни жеңіске жетіп жатса, барынша әрине уақытынан бұрын нокаутпен жеңген жақсы болады. Жеңіске жетіп жатса, онда 4-ші жекпе-жегінде келісімшарт бойынша тағы да жеңіске жетіп жатса, онда біраз рекордын түзетіп алады. Онда UFC-дегі рекорды 2-2 болып теңеседі. Бұндай жағдайда UFC-де қалу әбден мүмкін. Ал Ривейра келісілген алдын ала 4 жекпе-жектің үшеуінде жеңіліске ұшырады. Бұл бәсекеде жеңіске жетіп жатқанның өзінде де бұл жігіт UFC-мен қош айтысады. Бұл сөзсіз. Сондықтан бұл жерде Жалғастың мотивациясы да өте жоғары екенін ескеруіміз керек. Және стилі жағынан да еш қиыншылық көрсетпейтін қарсылас деп айтып кеткен болатын. Тағы бір ерекшелік, Жалғас дәл осы жекпе-жекке дайындығын Америкада пысықтаған болатын. Осымен екінші рет қатарынан барып дайындалып отыр дәл осы жекпе-жек. Сондықтан бұл бәсекеде бізде Жалғас барынша таңғалдырады деп үміттенемін. Және менің ойымша 3 раундтың қорытындысы бойынша төрешілердің бір ауыз шешімімен ақтөбелік спортшы жеңіске жету керек. Яғни 11 шілде таңертең дәл осы Жалғас Жұмағұловқа барлығымыз бірдей қолдау көрсетіп жанкүйер болайық. Сіздермен бірге болған жекпе-жек зертханасы YouTube арнасы. Егер біздің арнаға тіркелмеген болсаңыздар, онда әрине міндетті түрде тіркеліп жазылыңыздар. Және дәл осы Жалғастың жекпе-жегі жайлы өз пікірлеріңізбен комментарийде бөлісіп кетуіңізге болады.